Ол күнді екеуі де кейін ешқашан ұмыта алмады. Қаланың шетінде орналасқан үлкен саябақта күздің алғашқы салқыны сезіліп тұрған. Ағаштардың жапырағы сарғайып, жерге үнсіз түсіп жатты. Сол сәтте тағдыр екі мүлде бөлек әлемді бір нүктеге тоғыстырды. Айша бай отбасының жалғыз қызы. Оның өмірі сырттай қарағанда мінсіз еді. Жеке көлік, беделді университет, қатаң тәртіппен құрылған болашақ жоспар. Бірақ ішкі әлемі бос болатын. Әр күн бір-біріне ұқсас, адамдардың бәрі оның ақшасын немесе тегін көретіндей сезілетін. Ал Ернар қарапайым отбасынан шыққан жігіт. Әкесі ерте қайтыс болған, анасы тігінші болып жұмыс істейді. Ол оқуында, жұмысында қатар алып жүрген. Күндіз курьер, кешке кітапханадан шықпайтын студент. Оның арманы үлкен еді, бірақ жолы ауыр болатын. Сол күні Айша саябаққа тек тыныштық іздеп келген. Телефонын өшіріп, адамдардан алшақтап, ойларын реттегісі келді. Ал Ернар болса кітапханаға бара жатып, жол жөнекей қысқа демалыс жасау үшін саябаққа кірген. Олар бір орындыққа екі бөлек әлем болып отырды. Алғашында үнсіздік болды. Бірі телефонға қарады, бірі аспанға көз тастады. Бірақ әлде бір себеппен бұл үнсіздік ыңғайсыз емес, керісінше жылы еді. «Кешіріңіз, бұл жер бос па?» деді Ернар ақырын ғана. Айша басын шайқады. «Бос?» Ернар отырды. Қолындағы ескі рюкзагын аяғына қойып, жеңіл ғана күрсінді. Айша оны алғаш рет байқап қарады. Қарапайым киім, шаршаңқы жүз, бірақ көзінде бір түрлі сенімділік бар еді. Байлықтан шаршаған адамдарда болмайтын тірі от сияқты. «Сіз де демалуға келдіңіз бе?» деді Ернар сәл күлімсіреп. Айша иығын көтерді. «Демалу деп айтуға болады, мен жай ғана бәрінен шаршадым». Бұл жауап Ернарды таң қалдырды. Әдетте мұндай сөздерді ол тек өз сияқты адамдардан еститін. Кейде адамдарда бәрі бар сияқты көрінеді, бірақ ең маңыздысы жоқ болады, деді ол жай ғана. Айша оған қарады. Бұл сөз оның ішіне бірден кіріп кетті. Себебі ол дәл соны сезіп жүрген. Олар сөйлесе бастады. Басында жай сұрақтар, оқуы, өмірі, армандары. Кейін әңгіме тереңдей түсті. Уақыттың қалай өткенін екеуі де байқамады. Айша оның қарапайым өміріне қызықты. Ернардың әр күні күрес екенін түсінді. Бірақ ол шағымданбайды, керісінше әр нәрседен мүмкіндік көреді. Ал Ернар Айшаның ішкі жалғыздығын сезді. Ақшаның көптігі бақыттың кепілі емес екенін тағы бір рет ұқты. Күн батып бара жатқанда ғана Айша орнынан тұрды. «Мен кетуім керек». Ернар басын изеді. «Иә, менде». Бірақ екеуі де бір түрлі кідіріп қалды. Қимастық сезімі пайда болды. Бір күн бұрын танысы екі адам үшін бұл тым түсініксіз еді. Айша кетіп бара жатып артына бір рет қарады. Ернар әлі сол жерде отыр еді. Сол сәтте олардың ешқайсысы білмеді, бұл кездейсоқ емес еді. Бұл басталатын ең ауыр тағдырдың алғашқы қадамы болатын. Сол кездесуден кейін күндер бұрынғыдай өтпей қалды. Айша үйіне оралғаннан кейін өзін бұрынғыдай сезіне алмады. Саябақтағы сол жігіттің сөзі, оның көзқарасы, қарапайым болса да, шынайы күлкісі қайта-қайта ойына орала берді. Ол алғаш рет өз өмірін сырттан қарап тұрғандай күй кешті. Әдемі үй, қымбат заттар, бірақ жүректе тыныштық жоқ. Ал Ернар үшін де сол күн жай ғана кездесу емес еді. Ол Айшаның көзіндегі жалғыздықты ұмыта алмады. Байлықтың ішінде тұншығып жүрген қызды көргендей болды. Бірақ ол өзіне бірден тоқтау салды. Біз екі бөлек әлембіз деп. Бірақ жүрек мұндай шекараны мойындамайды. Ертеңінде Айша саябаққа қайта келді. Өзі де неге келгенін түсінбеді. Тек бір үміт бар еді. Мүмкін ол да келеді. Және ол келді. Ернар алыстан көрінгенде Айшаның жүрегі ерекше соғып кетті. Екеуі бір-біріне қарады да үнсіз жымиып қойды. Бұл жолы сөз керек емес еді. «Сіз шынымен келесіз деп ойламап едім», деді Ернар ақырын. «Мен де», деді Айша шын айтып. Сол күннен бастап олар жиі кездесе бастады. Саябақ, кітапхана жанындағы шағын кафелер, кешкі серуендер. Барлығы қарапайым, бірақ өте шынайы еді. Айша алғаш рет шын күлетін болды. Ернар да өмірдің ауырлығын ұмытып, бір сәтке жеңіл тыныс алатын.
Бірақ әр кездесудің артында көрінбейтін көлеңке бар еді. Айшаның үйінде оның анасы бір өзгерісті байқады. Сен соңғы кезде басқа адамсың, деді анасы күдіктеніп. Айша үндемеді. Біреумен кездесіп жүрсің бе? Сол сәтте бөлме ішіне ауыр үнсіздік орнады. Жоқ, деді Айша, бірақ даусы сенімсіз шықты. Анасы оның көзінен бәрін түсініп қойды. Сен байқа, Айша, біз сенің болашағыңды ойлаймыз. Сен қарапайым адаммен жүре алмайсың. Бұл біздің әулетке лайық емес. Бұл сөздер Айшаның ішін тіліп өтті. Ол алғаш рет қарсы шыққысы келді. Бірақ үнсіз қалды. Сол уақытта Ернар да өз жолын жасап жатқан еді. Ол жұмысын көбейтті, түнде ұйықтамай оқыды, жобаларға қатысып, кішкентай болса да табысқа жетіп жүрді. Оның мақсаты өзгерді, енді ол тек арман үшін емес, Айша үшін де күресіп жүргендей болды. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Айша саябаққа келді. Бетінде қорқыныш бар еді. Мен саған бір нәрсе айтуым керек, деді ол қалтырап. Ернар оның даусынан бір жамандықты сезді. Не болды? Айша көзін төмен түсірді. Мені басқа адамға ұзатып жатыр. Бұл сөз саябақтағы ауаны тоқтатып тастағандай болды. Ернар бір сәт үнсіз қалды. Ол мұны күтпеген еді. Бірақ ішіндегі ауыр сезімді көрсетпеуге тырысты. Сен келіскенсің бе? Айша басын шайқады. Менде таңдау жоқ. Осы сәтте олардың арасындағы әлем бірінші рет қатты сынғандай болды. Ернар жұдырығын түйді, бірақ дауыс көтермеді. Сонда бәрі осымен бітті ме? Айша жауап бере алмады. Себебі жүрегі жоқ деп айқайлап тұрса да, өмірі иә деп шешіп қойған еді. Күн баяу батып бара жатты. Екеуі де алғаш рет шындықтың қаншалықты қатал екенін сезінді. Ал ең ауыры, олар әлі де бір-бірін жақсы көретін. Айшаның айтқан сөзінен кейін Ернар ұзақ уақыт үнсіз қалды. Саябақтағы жел бұрынғыдай емес, суық әрі ауыр сезілді. Ағаш жапырақтары жерге түсіп жатты, дәл олардың үміті құлап жатқандай. Мен сені жоғалтқым келмейді, деді Ернар ақырын ғана. Айша көз жасын тыюға тырысты. Мен де, бірақ менің өмірім мені тыңдамайды. Сол сәтте Ернар алғаш рет өз әлсіздігін сезінді. Ол қанша мықты болғысы келсе де, кейбір нәрселерді ақшада, күште өзгерте алмайтынын түсінді. Бірақ ол берілетін адам емес еді. Егер мен өз орнымды өзгертсем ше? Деді ол кенет. Айша оған таңдана қарады. Не айтқың келеді? Мен жай ғана күресіп көргім келеді. Өзімді, өмірімді бәрін өзгертемін. Сені алу үшін емес, сені жоғалтпау үшін. Бұл сөздер Айшаның жүрегін тіліп өтті. Ол Ернардың көзінен шынайы сенімді көрді. Бірақ сонымен бірге қорқынышты да көрді, үлкен әлеммен күресу оңай емес еді. Сол күннен кейін Ернар бұрынғыдан да қатты жұмыс істей бастады. Ол бірнеше жобаларға кірді, түнгі ауысымда жұмыс істеді, бағдарламалау курстарына жазылды. Ұйқысыз түндер көбейді, бірақ ол тоқтамады. Әр сәтте оның көз алдында Айша тұрды. Ал Айша болса өз үйінде тұншығып бара жатты. Үйінде оған үнемі сол бір адам туралы айтыла берді. Бай, беделді. Болашағы бар жігіт. Оның есімі Арман болатын. Отбасы оны Айша үшін дұрыс таңдау деп санады. Ол сені қорғай алады, деді әкесі бір күні. Ал мен бақытты болсам ше? Деді Айша алғаш рет қарсы шығып, бірақ оның сөзін ешкім естімеді. Уақыт өте келе қысым күшейе түсті. Айшаға шешім қабылдау керек болды. Ал Ернар болса күннен күнге биіктеп келе жатты, кішігірім табыстар, жаңа таныстар, жұмыс ұсыныстары. Бір күні ол үлкен мүмкіндік алды. Компаниядан тәжірибе шақыру. Бұл оның өмірін өзгертуі мүмкін еді. Ол саябаққа жүгіріп келді. Айша да сол жерде еді. Екеуі бір-біріне қарады. Мен барсам бәрі өзгере ме? Деді Ернар. Айша түсінді, бұл оның соңғы үміті. Бірақ ол жауап бере алмады. Мен білмеймін, деді ол көз жасын тыя алмай. Сол сәтте екеуі де түсінді, олар бір-біріне қанша жақын болса да, өмір оларды екі түрлі бағытқа сүйреп бара жатыр. Ернар кетсе, қайта оралуы мүмкін емес. Қалса, ешқашан өзі бола алмайды.
Ал Айша қалса өз тағдырына қарсы шығады. Бірақ ол дайын емес еді. Күн тағы да батып жатты. Бірақ бұл жолы үміт жарығы әлсіз ғана жанып тұрды. Және ең қиын шешім әлі алда еді. Сол кеш бәрін өзгерткен кеш болды. Ернардың кететін күні жақындап қалған еді. Ол енді үлкен мүмкіндікке ие болған, бірақ жүрегінде қуаныш жоқ болатын. Себебі ол бұл жетістікке Айшасыз жетудің мағынасы жоқ екенін түсінді. Айша да өз шешімін қабылдай алмай жүрді. Үйінде тойдың дайындықтары басталып кеткен. Оған енді тек иә деп айту ғана қалғандай көрінді. Бірақ оның жүрегі басқа нәрсені айқайлап тұрды. Сол күні олар соңғы рет саябақта кездесті. Екеуі де үнсіз келді. Бұл үнсіздік ең ауыр сөздерден де қатты еді. Мен кетемін деді Ернар ақырын. Айша басын изеді. Көзінен жас тоқтамай ағып жатты. Мен сені күте алмадым деді ол. Ернар жақындап келді. Мен сені кінәламаймын. Сен өз өміріңді емес, өзіңе берілген өмірді өмір сүрдің. Айша жылап жіберді. Бірақ мен сені жақсы көремін. Бұл сөз айтылған сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Барлық кешіккен сезім, барлық айтылмаған сөз бір-ақ сәтте жарылып шықты. Ернар оның қолын ұстап тұрды. Мен де, бірақ бұл мен де енді бәрін өзгерте алмайтын еді. Екеуі бір-біріне қарап ұзақ тұрды. Бұл қоштасу емес, жүректің сынуы еді. Сол түні Ернар кетті. Ал Айша бірнеше күннен кейін ата-анасының қысымымен үйленуге келісті. Үлкен салтанат, әдемі киім, көп адамдар бәрі сырттай мінсіз көрінді. Бірақ Айшаның көзі бос еді. Ол күлімсіреген сайын ішінде бір нәрсе өліп бара жатты. Ал Ернар шетелде жаңа өмір бастады. Ол табысқа жетті, танымал болды, арманы орындалды. Бірақ әр жетістік сайын оның ішінде бір бос орын үлкейе берді. Бірнеше жыл өтті. Бір күні ол туған қаласына қайта оралды. Сол баяғы саябақ. Ол сол орындыққа отырды. Кенет жанынан бір таныс дауыс естілді. Ернар. Ол бұрылды. Айша тұр еді. Бірақ енді ол бұрынғы Айша емес. Көзінде шаршау, жүрегінде өкініш бар. Үнсіздік орнады. Сен бақыттысың ба? Деді Ернар ақырын. Айша жымиып, бірақ көзі жасқа толды. Менде бәрі бар, бірақ мен жоқпын. Ернар көзін төмен түсірді. Ол бәрін түсінді. Екеуі бір-біріне жақындады, бірақ араларында жылдар шешілмеген тағдыр, кешіккен махаббат тұрды. Егер сол кезде, деді Айша. Иә, егер, деді Ернар аяқтатпай. Бірақ егер ештеңені өзгертпейді. Күн баяу батып жатты. Саябақтағы жел сол баяғыдай еді. Тек олар ғана бұрынғыдай емес болатын. Екі жүрек бір-бірін әлі де сүйеді. Бірақ енді кеш еді.